Сәлем достар, менің атым Ермек. Бұл видеода біз DaVinci Resolve бағдарламасының Fusion қосымшасымен танысамыз. Fusion деген DaVinci Resolve бағдарламасының ішінде композитингмен айналысатын құрал. Ал композитинг деген не? Егер осы сұрақтың жауабын білгің келсе, пікірге жаз. Ол туралы арнайы видео шығарамыз. Ал егер DaVinci Resolve бағдарламасымен басынан бастап танысқың келсе, мына жерде шығатын немесе сипаттамадағы сілтемеге өт. Сол бейнеде мен DaVinci Resolve бағдарламасын қайдан жүктеу керектігін, қалай орнату керектігін және қандай алғашқы баптауларды жасау керектігін көрсетемін. Ал бұл бейнеде мен ноттық жүйемен таныстырамын және қарапайым анимацияларды қалай жасау керектігін көрсетемін. Бірден айтамын, бұл бейне ұзақ, сондықтан жұмысқа кіріспес бұрын сусының мен тәтті дәмділеріңді дайындап ал. Содан кейін кірісеміз. Ал дайынсың ба? Онда не отырсың? Кеттік. Fusionмен танысуды Fusionның интерфейсінде емес, Edit интерфейсінде, яғни монтаждың кеңістігінде танысудан бастаймыз. Оған себеп Fusionның өзі жеке дара жұмыс жасамайды. Ол тек таймлайнның бетінде бір нәрсе тұрса, бір клип, не болмаса Fusionның өзінің жеке дара клипі тұрса, ғана жұмыс жасауға болады. Fusionмен жұмысты бастаудың бірнеше түрі бар. Ең бірінші қарапайым мысалы, ол белгілі бір клипті алып, міне менде дронмен түсірілген видео бар. Мынадай. Егер мен осы дронмен түсірілген видеоның үстіне бір композиция яки бір видео эффект жасайтын болсам, осымен тікелей жұмыс жасай беруге болады. Не болмаса жаңа Fusion композициясын мына жерде Effects, соның ішінде Effects'тің ішінде міне Toolbox'тың ішінде Effects, осының ішінде міне Fusion Composition деген эффектіні алып таймлайнға тастауға болады. Хронометражы 5 секунд. Бұны қалауымызша ұзартуымызға болады. Не болмаса қысқартуымызға болады. Бұнымен жұмысты бастау үшін скролл осы клиптің үстінде тұрған кезде әншейін мына Fusion деген батырманы басы салып ауысуға болады. Немесе клипті таңдап, оң жағын тышқанмен басып, мына жерде Open in Fusion Page дегенді басамыз. Сөйтіп біз жаңағы бос Fusionның композициясына кіреміз. Бұл жолы мен бос композициямен емес, мына тұрған клиппен жұмыс жасағым келіп тұр. Осы клиппен жұмыс жасау барысында Fusionның негізгі құралдарымен және интерфейсімен танысатын боламыз. Fusionға өту үшін скроллдың клиптің үстінде тұрғанына көзімізді жеткіземізде, былай қарай ауыса салуға болады. Бірақ барлық жағдайларда ол жұмыс жасай бермейді. Себебі бұл жерде менде бірақ клип тұрғандықтан ол өте береді. Ал егер менде бұның үстінде басқа клип тұрса, мынаны таңдап тұрып Fusionға өтсем де, Fusion ең жоғарғы жағында тұрған клиппен өтетін болады. Сондықтан біз клипті таңдап, оң жағын басамыз да Open in Fusion Page дегенді басамыз. Міне біз Fusionның интерфейсіне ауыстық. Бұл жерде Editпен салыстырғанда аздаған айырмашылықтар бар. Оның негізгілерінің бірі, мына жерде таймлайн жоқ. Оның орнына мына жерде бір төртбұрыш тұр, содан кейін екінші төртбұрыш тұр, оның арасында бір сызық тұр. Бұл ең базалық, ең негізгі композиция. Таймлайн қайда кетті? Біз барлығымыз қабаттық монтажға үйреніп қалғандықтан мынау кішкене түрпідей көрінетін шығар. Бірақ бұның ыңғайлылығына уақыт өте көзіміз жете алады. Fusionның негізгі бізге керек деген құралдарымен интерфейсімен танысып өтейік. Мына жақта бізге белгілі, міне, Media Pool, біздің жобадағы материалдардың тізімі, бұны біз білеміз. Эффекттер. Осы Fusion'да қолданылатын эффекттер, бұл монтаждағы қолданылатын эффекттердің барлығы емес, және бұл жердегі эффекттердің барлығы Edit'тегі эффекттердің ішінде бола бермейді, бірақ кейбіреулері ортақ эффектілер бар. Яғни бұлар негізінен Fusion'да қолданылатын эффекттер. Содан кейін Clips деген монтаждағы клиптердің кадрлары. Біз бүйтіп әрқайсысын басып отырып, солардың композицияларына ауысып отыра аламыз. Келесі міне Notes. Бастым, жоғалып кетті. Жаңағы ноттардың тұрған кеңістігі. Бұл біздің жұмыс жасайтын негізгі кеңістігіміз. Содан кейін мына жерде екі плеер тұр, мынау әзірге көрінбей тұр.
бұл жерде айта кететін бір маңызды нәрсе, эдитте мысалға бізде мына плеер түпнұсқаны көрсетеді деген сияқты функционалдығы жағынан мына мастердің плееріне қарағанда өзгеше болғандықтан бұл екі плеер екі түрлі. Ал Fusion'да мына плеер мен мына плеердің бір-бірінен ешқандай айырмашылығы жоқ. Екеуі функционал жағынан абсолютті бірдей. Сондықтан мен біреусімен таныстырып өткен кезде ол екіншісіне де қатысы бар деген сөз. Бұл жерде негізгі құралдармен таныстырып өтейін. Мынау Zoom. Мынау бірінші плеер мен екінші плеерді салыстыруға арналған құралдар. Мынау осы плеерде қолданылатын ақпараттық құралдар. Мысалға навигатор. Навигатор бізде контролды басып тұрып, тышқанның доңғалағын басып бүйтіп үлкейтіп алсақ, міне біздің қай жерде жүргенімізді көрсетеді. Magnifier тышқанның қай жерде жүргендігін ірірек көрсетеді. Бұл құрал мысалға маска қойған кезде, не болмаса ұсақ нүктелермен, мысалы трекингпен жұмыс жасаған кезде дәлірек қоюға көмектеседі. Одан кейінгі мына жерде автолог, set, reset деген set деп бүйтіп басатын болсақ, бұл осы плеердағы қай кеңістікті біз белгілейміз, былай қарай. Сол аралықтағы мына композицияны рендерлейтін құрал. Содан кейін мына жерде осы бейненің канал бойынша ақпараттар біз тек қызылды ғана көрсек болады, жасылды ғана, не болмаса егер бұл бейнеде альфа канал болса, тек альфа каналды ғана көрсек болады. Енді біз жерде альфа канал жоқ болғандықтан бұл бізге әппақ болып көрсетіліп тұр. Одан кейін мына плеердегі көрсетіліп тұрған бейнеге лут қолдануға болады. Бұл жердегі маңызды ақпарат бұл ешқандай мына композицияға да, мына жақтағы монтажға да міне өздерің көріп тұрғандай ешқандай әсерін тигізбейді. Бұл тек қана бейнені бізге ыңғайлы етіп көрсетеді. Оны бүйтіп өшіре салуға да болады. Мынау эдиттағы секілді рөлді атқаратын перне, бұны бассақ екінші плеер жоқ болып кетеді де, біз тек бір плеермен ғана жұмыс жасаймыз. Содан басқа неше түрлі командалар. Бізге бұлардың әзірге ешқайсысы керек емес. Мына шетте тұрған терезелердің көбісі бізге таныс. Мынау метадата, клиптің ақпаратын береді, инспектор. Содан кейін бізге әзірге таныс емес, keyframes. Міне бізде енді композицияның таймлайны пайда болды. Бұл таймлайнның өзі емес, бұл біздегі композициядағы ноттар, бұл клиптер емес, бұл ноттар. Интерфейстағы кілт нүктелердің орналасуын көрсететін терезе. Одан кейінгісі spline. Мына keyframesті әзірге жаба тұрайық. Spline бұл жерде жаңағы кілт нүктелердің барысын басқаруға арналған терезе. Мынау осы композицияның навигациялық құралдары. Мынау клиптің, біздегі мына тұрған клиптің қай кадрдан басталып тұрғанымен қай кадрдан біткені түпнұсқалық клип бойынша 576 кадр және ең аяғы 676 кадр. Содан кейін мына оң жақ шеттегі ол композицияның қай жерде, қай кадрда орналасқандығын көрсетеді. Және де осы жерге біз керекті мәнді енгізіп, мысалы 620 делік. Қай жер керек, сол жерге апара алады. Және қалғаны мына ойнатқыш ең басына артқа ойнату, стоп алдыға ойнату, ең аяғына бұны қайталау, циклдап қою, немесе өшіру, бір рет қана қайталайтындай. Мына жерде міне тышқанның оң жағын бассақ, бұл луп, яғни басынан аяғына дейін қайталау, не болмаса пинг-понг. Плеер аяғына жеткен кезде кері қарай ойнайды, міне. Келесі кезектегі пернелер, мына бірінші кезекте генераторлар тұр. Генератор мынау background дейді. Бұл бір түсті клип десе болады. Одан кейінгісі noise, бұл шу, міне бұлт сияқты. Текст, әртүрлі жазуларды енгізуге болады. Содан кейін paint. Paint бұл әртүрлі мақсатта қолданылатын әртүрлі құралдар. Мына жерде apply mode дейді. Бұл жерде бояу, көшіру, wire removal. Егер бізде спецэффект болатын болса, және белгілі бір каскадер бір жерден секірген кезде, мысалы оны көбіне троспен тартып секіртеді.
сол тросты мысалы мына құралмен алып тастауға болады. Өшіру, штамп деген сияқты әртүрлі құралдар. Содан кейін түстік эффектілер, мыналардың барлығы түстік эффектілер, блюр. Содан кейін композициялық эффект, ноттар. Мынау мысалға merge, transform, мынау resize. Содан кейін мыналар маскалар. Төртбұрыш, доңғалақ, полигон, содан бөлек тағы да B-spline. Содан кейінгілер міне партиклдар, яғни бөлшектер. Және мына құралдардың барлығы үшті композингке арналған құралдар. Біз тек 2D құралдармен жұмыс жасаймыз. Содан кейінгі ең негізгі жұмыс жасайтын кеңістік ол ноттар. Ноттардың кеңістігі. Бұл жерде бізде екі нәрсе жатыр, media in, media out. Басқа ештеңе жоқ. Егер саған ноттық кеңістікте белгілі бір орынды сақтап алу керек болатын болса, мысалға маған міне контролды басып тұрып, тышқаның доңғалағын басып, бүйтіп үлкейтіп алуға болады. Мына жерге қайтып келу керек болса, мына үш нүктені басып, add bookmark, немесе мында Ctrl-D деп тұр. Басам, media out деп қойуға болады. Сақтадым, add. Енді мен кез келген басқа жерде жұмыс жасап отырып, тез сол араға көшкім келсе, media out дегенді баса салам, қайттан осы жерге алып келеді. Осы жерде тұрған екі нотпен танысайық. Мынау media in деген атында жазылып тұрғандай, біздегі мына клиптің ақпаратының кірісі. Яғни осы нот арқылы клип бізге композицияға кіріп, өзінің ақпаратын беріп тұр. Бұл жерде ақпараттың кірісі бар, ақпараттың шығысы бар. Мынау media in деген media out пен мына сары сызық арқылы байланысып тұр. Media out деген осы композициядағы ақпаратты бізге мына клипке эдитте шығарып беретін құрал. Егер мысалы мен бэкграундты алып, мына жерден алып мынаған жалғайтын болсам, мынанікі өшіп қалды. Қызыл деп қойдым. Егер мен осы күйінде мына media outқа жалғап, эдитке шығатын болсам, менің мына видеом әншейін қызыл клип болып қалды. Ал видеоның өзінің ақпараты жаңағы media in деген ноттың ішінде қалып қалды. Бұл ноттың бетіндегі ақпаратты көру үшін, мына тышқанның оң жағын басамызда, мына жерде force all tile pictures. Міне, енді бізде мына media in деген ноттың ішінде қандай ақпарат бар екендігін таңбаша арқылы көруге болады. Енді media inнің нодының мына төменгі жағында, не болмаса басқа ноттың төменгі жағына дұрыстап зер салатын болсақ, екі доңғалақ бар, кішкентай екі нүкте бар. Бұл не нәрсе? Бұл мына біздегі бар екі плеердің қай плеерында көрсетіліп тұрғанын көрсететін белгішелер. Мына ақ болып жанып тұрған, ол мына media out мына жерде шығып тұр деген сөз. Ал мынау ешқайда шығып тұрған жоқ. Қандай да бір плеерға шығару үшін осы қара нүктелердің біреуін бассақ болады. Мысалға міне, мен сол жақты бастым, ол аяққа шықты. Не болмаса, осы нотты ұстап алып, плеерға лақтырса да болады. Былай. Ал мына media ouттағы ақ нүкте жоқ болып кетті. Жарайды, бұл media outты алайықта мына екінші плеерға лақтырайық. Бірақ бұл ештеңе көрсетіп тұрған жоқ. Неге? Себебі бұған ешқандай ақпарат кіріп тұрған жоқ. Ақпараттың кіретін және шығатын нүктелермен де танысып өтейік. Сол жағында сары үшбұрыш шығып тұр, және оң жағында сұр төртбұрыш шығып тұр. Бұл ақпараттың шығысы, ал сары үшбұрыш ақпараттың кірісі. Негізгі ақпараттың кірісі десе де болады. Егер біз media inға назар аударатын болсақ, бұның үшбұрышы сары емес, көк. Бұның не екенін түсіну үшін media inнің ақпарат шығысын ұстаймыз да тышқанмен сарыға алып келіп жалғаймыз. Осы кезде media outта белгілі бір ақпарат шыға келді. Ал енді мынаның не нәрсе екенін көру үшін бізге белгілі бір нәрсе керек. Төртбұрышты басамыз, ол мына жерде пайда болады. Бұл жерде айта кететін нәрсе, бұл фигуралар ешқандай түстік ақпаратқа ие емес. Ақ түсті төртбұрышта емес, қара түсті төртбұрышта емес. Бұл жай маска сияқты жұмыс жасайды. Егер біз онаны таңдасақ, осы инспекторде төртбұрыштың қасиеттерін көрсетеді. Міне біз байқасақ, ешқандай түс туралы ақпарат жоқ мына жерде. Бұның шығыс сигналын аламыз да, мына жалғайтын болсақ, бізде мына media in енді қиылып қалды. Ол
мына rectangle төртбұрыштың өлшемімен қиылды. Яғни көк үшбұрыш ақпараттың аясын шектейтін, маска жалғайтын кіріс. Композитингмен жұмыс жасаудың құралдарының бірі merge. Мына пернені басатын болсақ, бізде merge деген нәрсе пайда болады. Егер біз назар аударатын болсақ, бұл жерде 3 кіріс сигналдары бар және 1 шығыс сигналы бар. Бұл белгілі бір ноттарды біріктіретін оператор. Яғни егер бізде мынау емес, мынау, содан кейін одан басқа тағы да бір нот бар болатын болса, осының шығысы мен мына шығысын бірдеңе қылдырып жалғау керек қой. Сол үшін осы merge операторы қолданылады. Оны қалай қолданамыз? Мынаның шығыс ақпаратын алып, мына жерге жалғасақ, содан кейін мынаның шығыс ақпаратын мына жерге жалғасақ, бізде бір композиция пайда болады. Бұны көру үшін мына жерге жалғаудың қажеті жоқ, біз мына жаққа апарсақ та болады. Міне көріп тұрғандай, мына fast noise мынаның үстіне қойылды. Композиция жасаудың да маңызды нәрсесі, міне сары кіріс ол асты деп есептеледі де, ал жасыл кіріс ол үсті деп есептеледі. Яғни екі ноттан шыққан ақпарат бірінің үстіне бірі қойылған сияқты қылып өңделеді. Оған көз жеткізу үшін мына merge'ді басамызда, инспекторға өтіп, blend'ті азайтатын болсақ, біздің noise біртіндеп кетіп бара жатыр. Яғни біз оның мөлдірлігін көбейтіп жатырмыз. Егер біз былай қарай алып кері қоятын болсақ, ол да тура солай бірінің үстіне бірі қойылады, бірақ бізде медиаинда альфа канал жоқ болғандықтан астындағы fast noise көрінбей қалды. Оны көрсету үшін мына жерде blend'ті қайтадан бүйтіп азайтсақ, міне медиаинның мөлдірлігі пайда болды да, астындағы fast noise көріне бастады. Бұдан шыққан ақпаратты біз қайтадан media outқа бүйтіп алып кеп жалғай салсақ та болады. Сол кезде бізде ең қарапайым композиция пайда болады. Енді бұл жерде назар аударатын бір қызықты нәрсе, міне media inнан 2 сызық шығып тұр. Яғни кез келген ноттағы шығыс ақпарат ол шексіз мөлшерде қолданыла бере алады. Егер менде басқа да көптеген ноттар болатын болса, мен бір ноттан шыққан ақпаратты кез келген мөлшерде қолдана бере аламын. Қане мен fast noise'ті өшіре салайын. Мына нотты тышқанмен ұстап алып, shift'ті басып тұрып, егер мен мына сызықтың үстіне алып келсем, ол осы тізбектің үстіне келіп жалғана қалады. Енді мен мына жерге айталық жазу жазғым келеді делік. Ол үшін мен мына жерден текст деймді. Енді осының шығыс ақпаратын merge'тің жоғарғы жағына саламын. Менде ешқандай жазу жоқ болғандықтан бұл жерде көрінбей тұр. Ал мен Алматы деп мысалға жаздым. Енді менде ең қарапайым деген композиция пайда болды. Бұл жерде ноттарды алып шығудың тағы бір амалы бар. Егер мен мынаның бәрін өшіріп тастайтын болсам, ол эффектлердің ішінде өзімізге керек, мысалға merge. Міне merge, осыны алып былай қарай қоюға болады. Не болмаса осыны алып тікелей shift'ті басып отырып, мына керек жіптің үстіне қоя салсақ та болады. Одан басқа амал, мына композицияның бос жеріне тышқанның оң жағын басып add tool. Енді осы жерден бізге керек, мысалға жаңағы merge, ол композит дегеннің ішінде, соны басып шығарсақ болады. Не болмаса shift және бос орынды басып, егер біз оператордың ноттың атауын білетін болсақ, соны теріп шығарсақ та болады. Merge, enter, міне шықты. Егер біз белгілі бір объектіні, белгілі бір нотты басқа нотпен merge арқылы жалғауымыз керек болса, оған нотты іздеп салып жатудың қажеті жоқ. Ол үшін былай да жасауға болады. Мынаны таңдап, мысалға маған текст керек па? Егер мына media in деген нот таңдалып, егер мен текстті баса салсам, автоматты түрде осы media inге, media inді асты етіп, ал текстті үсті етіп, тексттің ноды енгізіледі, сонымен қатар merge енгізіледі. Дәл солай басқа амалдарда да тура солай жұмыс жасайды. Егер мен былай қарай текст деп теріп, текст плюс бассам, ол да тура солай автоматты түрде media inді астына текстті үстіне салып, merge операторын бірге жалғап береді. Енді бұл жерде анимацияны қалай жасауға болады?
Енді мен айталық бұны кеңейткім келеді. Мына трекингді біртіндеп бүйтіп үлкейткім келеді. Мен мына композицияның басына бардым, содан кейін мына ромбты бастым, аяғына бардым. Содан кейін мына жерде біртіндеп бүйтіп үлкейтіп, мәнін үлкейткен кезде мына жерде автоматты түрде тағы кілт нүкте пайда болады. Енді осы жерде сплайн деген не және онымен қалай жұмыс жасауға болатынын көруге болады. Міне сплайн, бізде сплайнның терезесінде қандай ноттарда қандай кілт нүктелер бар, соны көрсетеді. Мысалы бізде merge'де кілт нүктелер жоқ, сондықтан мына жерде сплайнда ол көрінбей тұр. Media in'да да ешқандай кілт нүктелер жоқ. Енді мынаның қисықтарын көру үшін текстті басамыз, құсбелгі шығады, және мынандай біз қойған жаңағы мәндердің өзгеруінің мына біреу анимациясы пайда болды. Мынаны басып бүйтіп үлкейтіп алуға болады. Содан кейін маған айталық бұның сызықтық өзгеруі керек емес, маған оның үдегені керек. Сол үшін мен барлық нүктелерді таңдаймын. Содан кейін smooth, яғни easy, жұмсарту. Ол осындай қисықтарды жасап береді. Сол кезде мына нүктеден мына нүктеге дейін бұның мәнінің өзгеруі осындай қисықпен өзгереді. Енді мына merge тек қана асты үстін жалғап қана қоймай, одан бөлек басқа да неше түрлі операцияларды орындай алады. Яғни өлшемін үлкейту, кішірейту, орнын қозғау. Әлбетте оларға да мынандай анимацияларды қойып шығуға болады, бүйтіп айналдыру. Бірақ мен ол үшін басқа жеке операторды қолдануды кеңес беремін. Оның аты transform. Мына оператормен жұмыс жасау болашақта қолайлырақ болады. Оны аламыз, shiftпен басып отырып, мына кіргіземіз. Содан кейін біз бұған үлкейту деген сияқты, орыннан қозғау деген сияқты неше түрлі операцияларды қолдана аламыз. Мысалға size басына апарып, ең аяғына қайттан апарып, мына жерде маған айталық 1,1 үлкейгені керек. Міне, жазу біртіндеп үлкейеді және екі жаққа тарайды. Енді маған бұл жерде мына кадрды біртіндеп үлкеюі де керек. Оны біз мына алдында танысып өткен төртбұрыш операторы арқылы жасауымызға болады. Оны аламыз да, мына media in'ге жалғап қойсақ болады. Сол кезде бізде ортасы кесіліп қалды. Ол үшін не жасаймыз? Ол үшін біз мына жердегі масканы apply mask inverted деп тұр, соны кері қарай басамыз. Енді мына жерде төртбұрыштың мәндерін келтіруге болады. Міне width, ұзындығы, оны 1-ге дейін жеткізем. Содан кейін осы немесе бұдан да кішірек мәннен бастап үлкейткім келеді. Айталық мен былай қарай қойдым. Композицияның басына барамын да, height, кілт нүкте қоям. Аяғына барамын да, 1-ге дейін үлкейтуге болады. Және бағанағы трекингтағы секілді мен бұның тікелей үлкейгенін қаламаймын. Ол үшін менде атау міне rectangle 1, қалғандарын өшіріп тастаймын да. Осы rectangle 1-дің анимация нүктелерін тауып алам. Оны бүйтіп қисықпен, үдеумен өзгеретіндей қалдырып қоямын. Айтпақшы, мынаны да сөйтіп жасауға болады. Енді бізде кішігірім қарапайым анимация пайда болды. Басынан бастап көрейік. Не болмаса, мына editке шығып көруге болады. Бізде мына жерде әлі қызыл болып көрініп тұр. Ол біздің кэшіміз жаңартылған жоқ деген сөз. Міне, тағы да басқа амалдармен де танысуға болады. Жаңағындай маска. Мен мына Алматы деген жазуға
сәл-пәл эффект қосқым келіп тұр. Мына fast noise дегенді алып, оны мына жерге алып жалғаса болады. Міне, алдындағы танысқанымыздай, көк үшбұрыш ол масканың кірісі дәл сол принциппен жұмыс жасайды бұл жерде. Merge деген мына астыңғы ақпараттың үстіңгі ақпаратпен байланыстыруы. Ал маска бұл жерде үстіңгі ақпараттың астыңғы ақпаратқа әсер ету аясын шектейді. Егер біз мына жерде fast noise емес, айталық доңғалақ, міне эллипс. Міне бүйтіп алсақ, көрінеді. Эллипсті алып мына жерге жалғайтын болсақ, міне осы дөңгелектің аясында мына үстіңгі ақпарат шектеліп тұрады маска ретінде. Яғни бұл бүкіл мердждегі ақпаратты шектемейді, тек қана үстіңгі ақпаратты ғана шектейді. Сондықтан мен мына жерге fast noise'ты алып, мына жерге жалғайым. Fast noise'тың қалай жұмыс жасағанын көру үшін бүйтіп мына жаққа алып шығып, оның детализациясын үлкейтемін. Содан кейін бұны контрастын ұлғайтамын. Бүйтіп қарайтып жіберуге болады. Қарайтып жіберемін де, мұның қараюына мен анимация қойғым келіп тұр. Бұлай. Содан кейін brightness пен контрастқа анимация кілттерін қоямын. Содан кейін мына бір 630 кадрға, не болмаса мына 640-қа келген кезде мынаның жарықтығы максимумға жетеді, ал контрасты минимумға. Сол кезде бізде біртіндеп пайда болған сияқты, жаңағы бөлшектеп пайда болған сияқты болады. Мінекей. Мына жерде текстің өзінде, merge'де де, не болмаса текстің өзінде де мөлдірлік қойып шығаруға да болады. Мен бұны merge арқылы жасағым келіп тұр. Дәл сол сияқты ең басына апарам, композицияның blend дегенді 0-ге апарып тастаймын, кілт нүкте қоямын. Шамамен 590, не болмаса 600-ге келген кезде оның мәнін 1 деп қоямын. Міне. Енді бұны editқа шығып та қарауға болады. Текстің түсінде өзгертуге болады, өзіміздің қалауымызша. Мысалға, мынандай алса да болады. Бірақ мынандай түсті таңдасақ, мысалға, бұл постапокалипсис пекен, сол сияқты белгілі бір әсерді қалдырады. Міне байқағанымыздай, бізде кішігірім кәдімгідей бір композиция пайда болды, ноттық композиция. Мына жерде бізде басында тек қана media in болған. Біз неше түрлі маскаларды қолдандық, merge, мына жерде трансформация қолдандық, текстіні қолдандық. Осы арқылы біз кішігірім мынандай эффектіні жасай алдық. Оны әлбетте неше түрлі операторларды, неше түрлі ноттарды қолдана отырып, әлде қайда күрделендіруге болады, оның шек жоқ десе де болады. Шегі сенің қиялыңмен және компьютеріңнің мүмкіндіктерімен ғана шектелетін болады. Сондықтан, егер ноттық жүйені үйреніп алса, кез келген нәрсені жасауға болады деп айтуға әбден болады. Бұл бейне саған ұнады деп үміттенемін. Егер ұнаса лайк бас, ұнамаса дизлайк бас, сұрақтарың болса пікірге қалдыр, ал мен назарыңа рахмет дегім келеді. Келесі бейнеде көріскенше.